Сіздер ме құрметті оқушылар, дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Оқулықтың 145-ші беті жаңа тақырып: рационал теңсіздіктер, интервалдар әдісі. Бүгінгі сабақтың мақсаты интервал әдісін есептер шығаруда қолдану. Алдымен өткенді еске түсіріп кетейік. Теңсіздік бойынша мағлұмат. Үлкен, кіші теңсіздіктер қандай теңсіздік болып саналады? Олар қатаң теңсіздіктер. Және координаталық түзуге нүктені белгілеген кезде нүкте қандай болып табылады? Нүктенің іші боялмайды. Сан аралықта жақшалары қандай? Сан аралықта оның жақшалары жай жақша болып табылады. Келесі, үлкен немесе тең, кіші немесе тең таңбалары теңсіздіктің қатаң емес теңсіздік болып табылады. Және де нүктелері боялады. Сан аралықта жақшалары дұрыс, тік жақша болып табылады. Осы мағлұматтарды пайдаланамыз. Мысал, видео сабақтың сол жақ бөлігі дәптерге көшіреміз, оң жақ бөлігі тыңдауға арналған. X азайту 5, 6 минус 2x үлкен немесе тең 0. Теңсіздіктің сол жақ бөлігі көбейткіштерден тұрады, оң жақ бөлігі 0-ге тең болу керек. Осындай теңсіздікті шешу үшін біз алдымен оны 0-ге теңестіреміз. Осындай теңдеуді шешу үшін әрбір көбейткішті 0-ге теңестірейік. Бірінші көбейткіш x азайту 5 тең 0. Екінші көбейткіш 6 азайту 2x тең 0. Екі қарапайым теңдеу шықты. Бірінші теңдеуде минус 5-ті оң жағына көшірсек, x-ның мәні шығады. x тең 5. Екінші теңдеуде 6-ны оң жағына минус 6 болып көшірейік. Минус 2x тең минус 6. x-дің мәнін табамыз. Минус 6 бөлу минус 2. Сонымен x тең 3-ке. Түбірлер табылғаннан кейін координаталық түзу сызылады. Шыққан екі түбірді осы координаталық түзудің бойынан белгілейміз. Екі нүкте қойылады. Бұл екі нүктенің ішін бояймыз. Себебі теңсіздік қатаң емес. Түбірдің кішісі 3 сол жағына жазамыз, 5 оң жағына. Бүгінгі тақырып интервал әдісін осы жерден бастап қарастырайық. 5 деген үлкен түбірден кейін үлкен натурал сан. 5-тен кейінгі үлкен натурал сан ол 6. Осы 6 санын теңсіздіктегі x айнымалысының орнына қойып шығайық. Тыңдалым жаққа назар аударайық. x минус 5 көбейту 6 минус 2x. Осы жердегі x-ның орнына 6-ны қоямыз. Бірінші жақша 6 азайту 5 1-ге тең. Екінші жақшада бірінші көбейтуді орындайық. 12. 6-ны 12-ден азайтсақ, минус 6. 1 көбейту минус 6 тең минус 6. Бұл өрнектің жауабы теріс сан. Яғни, бізге анықтау қажет. Өрнектің мәні
плюс шыға ма, минус шыға ма? Біздің жағдайда минус. Қайтадан координаталық тізуге оралайық. 3 аралыққа бөлінген координаталық тізуіміз. Соның оң жақ аралығын таңдаймыз, себебі 6 саны осы жақтан алынған. Минус таңба болғандықтан, өрнектің мәнін минус таңба болғандықтан, біз осы аралыққа минус таңбасын қояйық. Келесі екі аралықтың таңбасын анықтау үшін, біз оның таңбаларын жай ғана ауыстырамыз. Яғни, минустан келесі аралыққа көшу үшін біз плюс дейміз. Плюстан келесі аралыққа көшу үшін біз жай ғана оның қарама-қарсы таңбасын қоя саламыз. Сонымен 3 аралық, 3 таңба. Теңсіздіктің таңбасы үлкен. Сондықтан да біз плюс аралықты ғана бояуымыз қажет. Плюс аралықты штрихтайық. Осы штрихталған бөлік 3-тен 5-ке дейін. 3 пен 5-тің екі жағына тік жақша қойылады. Себебі нүктелер боялған. Дәптерге көшіреміз. Бүгінгі күн бойынша қорытынды жасайық. Үлкен және үлкен немесе тең болған жағдайда біз плюс аралықты штрихтауымыз қажет. Кіші немесе тең болған жағдайда біз минус аралықты штрихтаймыз. Ескерту. Егер бір түбір бірнеше рет қайталанса, онда таңба келесі интервал бөлігіне көшкенде таңба өзгермеуі де мүмкін. Бұндай жағдайда біз келесі сабақта қарастырамыз. Сонымен, өздік жұмысы. Алдындағы мысалды қолдана отырып, номер 19-да 1, бірінші, екінші, үшінші, төртінші есепті қарастырайық.